Биылғы көрсеткіштер бойынша біздің облыстық аурухана былтырғы оның артынғы жылдарға, өткен жылдарға қарағанда жақсы оң нәтижемен жауап келе жатырмыз. Қазіргі таңда соңғы 3 жылдың ішінде облыстық ауруханада 7 жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Олардың барлығы ГОБМП, яғни гарантированная бесплатная медицинская помощь, және ОСМС жүйесі бойынша тегін көрсетілуде. Яғни біздің облыста жалғыз интервенциондық орталық бар. Ол орталықта яғни бүткіл инсульт бойынша өңір-өңірден біздің облысымызда түскен науқастардың барлығы отаға мұқтаж болатын болса біздің ауруханаға келіп түскеннен кейін нейроинтервент хирургтардың арқасында олар ота жасалады. Қазіргі таңда біздің облыстық ауруханада қосымша сырттан жұмылдырылған нейроинтервент бар. Ол яғни управ делами президента города Алматы, ол жақтан Мақсат деген біздің әріптесіміз бар. Яғни науқасты бірнеше көбірек 5-6 науқасқа дейін жеткізіп бар. Одан кейін бұл кісілер келеді, бір күнде 6-дан 10 отаға дейін жасап кетеді. Жоғары технологиялық медициналық көмек нейроинтервенция бойынша қазір бізде 2 патология бойынша ота жасалып жатыр. Біреуі эмболизация, біреуі стентирование. Сонымен қатар травматология ортопедия бөлімі бойынша яғни 4 түрлі жоғары технологиялық ота жасалады. Біреуі ұршық буынын ревизиялық эндопротездеу операциялары, екіншісі C-буын ревизиялық оталары, сонымен қатар жамбас политравма кезінде, жамбас сынықтары кезінде туа біткен және приобретенный патология кезінде қолданылатын применение наружной фиксации деген ота бар. Оны қарқынды түрде дамытып жатырмыз. Сонымен қатар алла трансплантация дейді, күйік, сонымен қатар үлкен дефектлік жаралар кезінде, яғни тері бетін алмастырып жабу оталары. Сонымен қатар біздің облыстық ауруханада, яғни Жетісу облысында деп айтсақ та болады. Осы біздің облыстық аурухана және Талдықорған қаласының көпсалалы қалалық ауруханасында қазіргі таңда біздің Қазақстан бойынша деп айтсам да болады, яғни көкірек қуысының қабырғаларының сынып кезіндегі жасалатын оталар. Отаны алғаш кіргізгендердің бірінші қатарында облыстық аурухана мен Талдықорғандық көпсалалы аурухананың травматолог ортопедтер дәрігері. Қазіргі таңда облыстық аурухананың медициналық құралдары мен жабдықтары соңғы 5 жылдықтың ішінде қарқынды жергілікті әкімдіктің жергілікті денсаулық сақтау департаментінің қолдауы бойынша, яғни қарқынды қазір қамтамасыз етіліп жатыр. Қазіргі таңда биыл орнатылып жатыр қазіргі магнитный резонанстық томография, яғни ең соңғы үлгідегі 500 миллионға жуық қаражатпен жергілікті денсаулық сақтау департаментінің әкімдіктің бюджетімен бізге тестілеу формациядан қойылып жатыр. Құдай қаласа осы біріне дейін аяқталып халыққа қызмет ететін болады. Яғни бұл МРТ біздің аурухананың ішіндегі жатқан науқастардың барлығына көрсеткіштер бойынша тегін. Жалпы биылғы жыл жақсы жаңалықтармен, жақсы нәтижелермен жауып жатырмыз.